соңғы кезде арыстар тобы, алыптар тобы деген тіркестер айтылмай кетті. Бара-бара оларды атын да, затын да ұмытып кететін түріміз бар. Осындай жағдайда сол алыптар тобының белді өкілдерінің бірі Ғабит Мүсіреповтің 1000 беттен астам парағы бар қалың әдемі көркем шығармалар жинағы Қазақпарат баспасынан жарық көрді. Бүгін осы кітапты талдауға кітапхана бағдарламасына белгілі әдебиет танушы ғалым Талатбек Әкім ағамызбен филология ғылымдарының кандидаты, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті Сәлима Қалқабаеваны шақырып отырмыз. Бізде әңгіме амандық, саулық осылай кітаптан басталады. Студиямызға қош келдіңіздер. Талатбек аға, мынау енді сіз көп жылдары, сонау 60-шы жылдардан бері қарай, егер шатаспасам, мына әдебиет және өнер халық университетінде қызмет атқардыңыз. Сол жылдары осы алыптар тобының өкілдерімен талай араластыңыз. Мына кітапты бір қолыңызға ұстап отырып, Ғабең туралы сол халық университетінде кездескен бір кездесуіңізден бастасаңыз, әңгімеміз дәмдірек болар еді. Алыптар тобы деп сол кезде әуезовті айтқан, Мүсіреповті, Мұхановты, Мұстафинді. Осы кісілерді алыптар тобы деген сол кезде өзі пікір қалыптасқан, жұрттың бәріне әбден өзі оғынықты бір сіңісті нәрсе болып кеткен ғой. Мен сонда осы алыптар тобының ол кезде Мұқан жоқты, қалған үшеуі біздің халық университетінде кездесулер өткізген. Сол кезде осы кісілермен кездескендерім бар. Сосын мынау соңғы жылдары деп, 80-ші жылдары деуге болады, сол халық университетіне біз кімді? Ғабеңді шақырдық. Ғабең келді, өзі оқысы өте баяу сөйлейтін еді. Сосын өзінің талай ойларын айтты. Менің сұрағаным, сол кезде Мұқаның 20 томдық шығармалар жинағын шығарып жатқанбыз. Мен одан бұрында үйіне барып сұрағамын. Мынау Ақан Зайра дегенді Мұқан екеуі бірігіп жазған. Сол шығармаңызды берсеңіз, Мұқанда 2-3 варианты бар. Ол Ақан Зайраның жанры қандай еді? Ол кәдімгі Ақан сері туралы ғой. Ақан сері туралы жазылған тарихи драма. Сол екеуі бірігіп жазған. Соны мен сұрадым. Мұқаңда сіздің ешқандай жаңа қол жазбаңыз Мұқаңның ғана музейінде жоқ екен. Соны сіз берсеңіз, 20 томдыққа енгізіп жерсек деп отырмыз деп едім. Сосын ғана өзіндегі несін бергісі келмеді. Сонда өзінің естелігін айтты жаңа Мұқаң. Енді Ғабең. Мұқаңмен бір шығарма бірге жазамын деп, әбден қиыншылыққа ұшырағаным бар дейді. Түнгі сағат 3-те, 4-те звонить етеді дейді. Сосын мен ұйқыдан оянып келем дейді. Ай, Ғабит қадай, жазып жазсын ба деп айтады дейді. Ой, Мұқа қатырып жатырмын деп айтамын дейді. Соған риза болып, ар жағынан осы жатып тұрып мақтайды дейді. Ой, осыған шыдап жүрген сен де азаматсың, анау, мынау деп. Менің ұйқыдан тұрып келгенді қайдан білсін оқысы дейді. Сөйтіп күнде хабарласып отырады дейді. Сонда дейді, Мұқан жаңағы шығарманы бір айға жеткізбей жазып тастады дейді. Сосын менің жазғандарым өзіме де ұнамады. Сосын Мұқанға көрсетуге де өзім онша батпадым. Шынын айтсақ, менің атым тұрғанды болмаса, менің ешқандай септігім тимеді дегенді жаңағы айтты. Бәрекет, мына кітапты көрерменге бір көрсетіп қояйық. Өзі 1020 беттен тұрады екен аға. Мына жерде Сәлима, осы мына кітапқа Ғабит Мүсіреповтің ұлпан
атты романы кіріп отыр. Бұл жерде повесть деп беріліпті, бір жерде роман, бір жерде повесть деп айтылып жүр. Бірақ енді тұтас заман, дәуір тынысын бергеннен кейін, көрсеткеннен кейін, роман деген жанрда ақтайтын сияқты көрінді маған. Содан кейін қазақ солдаты романы беріліп отыр. Ол басында қазақ солдаты романы қазақ батыры деген атпен шыққан екен. Кейін неге екені белгісіз, қазақ солдаты романы өзгеріп кетіпті. Солай ғой аға, солай. Оның себебі жөнінде ешкім ештеңе айта алмайды ау деймін. Мына қазақ батыры деген өзі ол кішкене жұқа болып шықты. Ал енді мынау қазақ солдаты деп атынан ойланып, өзі мейлінше кеңейтіп, мейлінше қалыңдатып шығарды. Сол кезде қазақ солдаты деп атады. Одан басқа да көптеген мақалалары бар, көптеген әңгімелері, проза, қара сөзбен жазған балладалары деп айтайық. Сол шығармалардың барлығы үш жерге енгізіліпті. Біз енді әңгімені сәл жеңілдеу өзімізге талқылауға деп алайын. Авгейдің ат қорасынан бастасақ, Сәлима. Авгейдің ат қорасында айтады, мына тіл жаңарып отыру керек, толығып отыру керек. Бірақ қазір мынау диалекті көбейіп кетті. Жергілікті жерде біздің ауыл осылай сөйлейді деген желеумен тіліміз шұбарланып бара жатыр. Кейбір түсініксіз сөздер пайда болды дейді. Мысал үшін қайдам деген сөз қазір еніп алды. Мына жазушыларымыз қайдам деген сөзді көп қолданады дейді. Ол қайдам деген қайдан білейін деген сөз дейді. Оны толыққанды неге қолданбаймыз дейді. Жазушылардың тіліндегі осындай бір мүмкіндіктерге сын садағын қадайды. Былайша айтқанда. Соғында байланысты болу керек. Соңғы уақытта осы тіл туралы, тіл тазалығы туралы әңгіме айтсақ, осы ғабең еске түседі. Енді бағана Талатбек ағамыз да айтып жатыр. Мен де сұрағымның басында айттым. Біз алыптардың осы ағаларымыздың көзқарасымен қараушы едік. Мәдениетке, руханиятқа, тіпті саясатқа да. Осы мына Авгейдің ат қорасынан бастасақ деген әңгімені кішкене таратып айтсақ. Шында қазір қарап отырсаң, біздің көркем шығарманың да, сөйлеу тілінің де жұтаңдап бара жатқанын бәріміз де мойындаймыз. Ғабең де өзінің жаңағы осы мақаласында тілімізге еніп жатқан жаңағы өзіңіз жаңа айтып кеткендей көптеген орынсыз қолданылатын сөздердің, кіріп кеткен сөздердің, біріккен сөздерді дұрыс жазушылардың да, ақындардың өзін дұрыс қолданбайтындығын баса айтады. Жаңағы мәселен солтүстік, оңтүстік деп қазір енді тілімізге еніп кетті ғой, тілдік нормамызға. Соның өзін дұрыс еместігін айтады. Бізде түс деген сөзінің өзінің басқа мағынасы бар. Түстік дегеннің сөзінің басқа мағынасы бар. Бұл түс емес, түс. Сондықтан сол түстік, оң түстік деп айтуымыз керек дейді. Түс киіз емес, тұс киіз деп айтуымыз керек. Түс киіз емес, тұс киіз дейміз деп айтады. Түс сөзімен түс сөзінің жаңағы айырмасының үлкен екендігін айтады. Тұсымызды көрсетеді деп отырған, оң тұсымызды, сол тұсымызды көрсетеді. Осыны ескерсек, Ғабең өзінің шығармаларында осын қалай сақтады екен деп мен өзімде біраз парақтап қарадым. Сөйтсем шынында да оң түстік, сол түстік деп пайдаланады екен шығармаларында. Тілімен жаңағы өзін көтерген проблемаларды шығармаларында шынында сол деңгейде ұстанады екен. Осыған риза болдым. Және Ғабең айтады, елеусіз кірген дерт енді елемесек есейе бермек. Сондықтан мұны елемеуге болмайды деген ойлар айтады. Мынау біздің үлкен жазушыларымыздың, талантты жазушыларымыздың өздерінің аты жөндері аталады екен. Үлкен жазушылардан интервью алып отырсаңыз, сосын деген сөзді көп айтады қазір. Содан енді кейде мынау газетте жүргеннен кейін сосын дегенде содан кейін, содан соң деп түзеп қоямыз. Тіпті кейде түзеу мүмкін болмай кетеді. Өте көп қолданады. Сол жөнде бұлай деп айтқан екен. Кейбір жазушыларымыз содан соң деген толыққанды, айқын мағыналы сөзімізді кескілеп турап сосын деп жазады. Бұларынан жаңа ұсыныс туып тұрған жоқ. Бұрынғы бір дүдәмалдау ұғынысты аша түсуде жоқ. Мағынасы айқын сөздің тұрпатын бұзу ғана бар дейді. Сөздің тұрпатын бұзады дейді. Осындай сосын деген сөз Әбдіжәмілде көп. Асқар Сүлейменовте аяқ алып жүргісіз. Мұзафарда да баршылық дейді. Міне көрдіңіз бе? Содан кейін анау біздің керемет үлкен жазушымыз, талантты жазушымыз Оралхан Бөкейдің мен біраз қасында жүргем. Сонда Оралхан Бөкейдің бір жымиып қойып айтқаны бар. Ғабаң
мені өстіп бір тіліме байланысты, тілімде кеткен бір қателікке байланысты сынап еді деп кәдімгі жылы қабылдап айтқаны бар. Ол осы Авгейдің ат қорасының ішінде жүр. Сол жерде бұлай деп айтады. Бір кезде Сәкен, Бейімбет, Ильяс, Мұхтар, Сәбит, Ғабиден, Ғали, Асқар, Әбділда, Жақан, Тайыр бәрінің де қолжазбаларын баспаға берілмей тұрып, оқып шығып, айтысқа, пікір таласқа салушы едік дейді. Сонда ішіндегі сөз сөйлемдерін дүзеп отыратын едік, әдеби нормаға келтіріп отыратын едік. Өңдейтін едік дейді. Осы қазір осындай талдау шығарманы алдын ала қолжазбаны талдау жоқ болып кетті ғой. Жоқ, енді ол кезде талқылау болды ғой. Шет жағасын өзің де білесің. Қазір ондай бір кітап талқылап та, жазушылар одағында, басқа бір жиында дегенді естімейміз ғой. Ал қазір кітабыңды аласында ақшаң болса болды, көрінген жерден шығара бересің. Ал егер анау мемлекеттік баспалар олар талқылап жатса, енді бір мәселе енді олардың енді кейде олардың да талқылап жатыр дегенді естімейміз, шынын айтқанда. Көрінген адам өзінің ақшасы болса, көрінген баспаға барады да, жақсы ма, жаман ба, сосын бұрт қатарлар жүрген кітаптарды шығара береді қазір. Ғабең тек қана Авгейдің ат қорасынан бастайық деген мақалада ғана емес, басқа да көптеген бірнеше мақалаларында осы ана тіліміздің тазалығы туралы ой пікірлерін айтады. Әдебиет тілі жайында деген 62 жылы жазған бір мақаласында осы жаңағы жазушыларға деген талаптың қазіргі таңда көп қойылып отырғандығын туралы айтады. Осында айтады: тілді көркейте беру заңдарын әсіресе біз жазушылар қатты қадағалауымыз керек дейді. Ал жаңағы ой толғамдар деген мақаласында тілдің бояуы бозаңдап, қыры сынбауы керек. Қыранға айтар теңеуді көрінген құсқа айта алмайтын болайық. Сөздің мөрі өшпесін, малталанбасын, тілді оралымсыз көмеске етіп алмайық деп жазады. Осының бәрі жаңағы тілге үлкен тілдің тазалығын сақтауға бізге күреске шақырған, бізге кейінгі ұрпаққа қалдырған Ғабеңнің аманаты деп ойлаймын. Осы мақалалардың бәрі, осы айтылғандардың бәрі кітапта бар. Біразы еніпті әрине. Мен ойлаймын, Талатбек аға, мынау осы айтып отырған Авгейдің ат қорасынан бастасақ деген мақаланы қайтадан мынау кітаптың ішінде тұр ғой, қайтадан алып, шығарып, әрбір редактордың, әрбір журналистің алдына қойып қою керек. Себебі ана жерде бағана аманат деп айтып отырсыз, ол жерде тілдің аманаты жатыр. Енді Ғабаңның осы кітабындағы шығармаларына келсек, мынау енді заман алмасты, уақыт алмасты, дәуір алмасты, көзқарас, дүниетаным бәрі өзгерді. Ал енді осы Ұлпан романында қарап отырсаңыз, бірталай бөлімі Кенесарыға қатысты айтылады. Кенесарыны қатты шенейді. Бопай ханымды да тіпті бір кішкене қаттырақ, батырыңқырап сынап жіберетін жері бар. Сосын барлығын бағанағы бас кейіпкер Есенейдің көзқарасымен береді. Бағанағы Шоқанның әкесі Шыңғыс Уәлихановқа қатысты да сол бейтарап қалып танытып отыр. Бағанағы Кенесарының ісіне байланысты, әрекетіне байланысты бір шара қолданбады деген әңгімелерді айтады. Соны бір өте бір қынжылыспен және бір қызығы шынайы айтады. Мен қарап отырсам, мен бір романды оқығаннан кейін ойладым, енді Ғабең бір социалистік, баяғы советтік көзқараспен осылай деді мекен, соның ғана жығылып осылай деді мекен дейін десем, жазу барысында байқағанымыз бір ана Есенейдің аузымен айтады, соның көзқарасын береді, бір шынайы берген сияқты көрінді де тұрды. Осы жөнінде не айтасыз? Енді бұл заманның ауысқанына байланысты бұл романның жартысын сонда алып тастаймыз ба, сызып тастаймыз ба, жоқ әлде солай қала бергені дұрыс па? Өзі ол заманда алсаң, Кенесарының сол 1840 жылдары көтерілістер ғой. Енді ол қазақтардың қолдайтын да бар, қолдамайтындар да бар. Сосын жаңағы кім Кенесары Ғабеңнің ауылы, Есенейдің ауылын шапты. Сосын Кенесарыны қолдамаған Есенейден басқа
мына Шоқанның әкелері. Олар да қолданады. Ал енді басқа аймақтар болды. Кенесарыны қолдады. Сосын Кенесары жаңағыдай кездерде бір тізесі батып кеткен ауылдар болды. Сосын кәдімгі бұлай шапқан ауылдары да болды. Енді мен ойлаймын, сол Ғабеңнің ауылына жаңа Кенесарының тырнағы батыңқырап кеткен болу керек. Сосын тырнағы батқан жерде әңгіме, аңыздар көп болады. Оның бәрі Ғабеңе жастайынан сіңіп өседі ғой. Сосын оған өзінің көзқарасы қалыптасады жаңа. Бұл қазақтың белгілі, қазақ халқының белгілі бір бөлігінің көзқарасы дейсіз ғой енді. Иә, мысалға мына кім Құнанбай Кенесарыны қуды. Кәдімгі орыстың воеводаларына қосылып. Бірақ қуғанмен талай жерде Кенесарыны аман алып қалып отыр. Құтқарып жіберіп отырды ғой. Құтқарып жіберіп отырды. Сонда байқап отырсаң, Құнанбайдың әрекеттерін бәрі көз қылып, жаңа қасындағы орыс армиясының басшыларына көз қылып қана жүрген. Болмаса көп жағдайда Құнанбай шауып емес, қайта құтқарып қалып отырған. Ал енді Ғабеңнің ауылын шапқаны рас, сосын ғана Есенейлерге тиіскені рас. Сосын олардың бәрі Ғабеңнің жас кезінен әңгімеден болсын, басқа жұрттың айтуынан болсын, қалып қойған. Ол заманның шындығы ғой енді. Бірақ артынан Мұқанның өкінгені бар. Бір документті Мұқан кейін тапқан. Осы өмірінің соңында дейді. Сонда орыстың шпиондық нелері қатты бұрын қимылдап, сосын жақтағы қырғыздың қандарын, жаңағы манаптарының аузын алып, сосын қазақтың да біраздарының аузын алып, Кенесарыға қарсы қойып қойған ғой. Сонда қырғыздарға айтқан екен, егер сендер осы не қылатын болса, мынау осы жерден Балқашқа дейін жерді сендерге береміз деп. Сол документі кейін Мұқанның қолына кейін түсіп, Мұқан қатты өкінген. Өйткені ол документ болатын болса, ана шығарманы басқаша құруы да мүмкін еді. Қан кенені. Ұлпанда да, содан кейін Ғабеңнің тағы бір мақаласында да мынандай бір ауыр сөз бар. Кенесарыны қазақтар құлатты, қырғыздар өлтірді дейді. Осы сөздің ауанында, мына Ұлпан романында біраз нәрселер айтылады Кенесарыға қайсы. Сәлима, сіздің көзқарасыңыз қалай? Тап осы мәселеге. Кенесары туралы кеңестік дәуірде мысалы екі-үшті ой пікірлер болды ғой. Мысалы кеңестік дәуірдің идеологиясының ыңғайына бұрылатын тарихшылар оны дұрыс жағынан түсіндірмеді. Кенесарының оқиғасының көтерілісіне деген көзқарастары керісінше солақай болып жатты. Соның бір салдары шығар деп ойлаймын. Бірақ та Кенесарының тұлғасын бағалаған көптеген басқа жазушылар біздің сол тұстың өзінде де тамаша образын жасады Кенесарының. Мұхтар Әуезовті алайық. Қан кене пьесасында жаңағы Кенесарыны ұлтымыздың тәуелсіздігі, бостандығы үшін күрескер ретінде көрсетеді. Және оны осы үшін әрине қудаланды да ғой кезінде Мұхтар Әуезов. Ұлтшыл деген пікірлер тағылды, айыптар тағылды. Бірақ соның өзінде де өзінің айтайын деген негізгі идеясын астарлап болсын сол шығармада айта білді. Ал енді әрине мына кітапта Ұлпанда негізгі қаһарман кейіпкер осы Кенесары хан болмаса да, бірақ та көптеген түсті оқиғаның ретіне қарай ол кісінің образын көрсетіп отырады. Тіпті кейбір тұста ақылды адам болмай шықты деген сөздерді де айтады, сөйлемдерді. Оқып отырып кейде ішіңнен сәл қынжылып қаласың. Ақмақ деген сөздерге де айтады. Одан да бір қатты сөздерді айтатын тұстарды оқып қалдым. Әрине, мұнысын қарасаң, іштей құптайды қоймаймыз. Әрине. Әсіресе бұл романда, мысалы үшін, Ұлпанның әкесі Ағыбай батыр болған ғой. Сол батырды таныстыру тұсында, соның ерлігін суреттеу тұста таныстырып айтып отырады. Мәселен, Кенесары мен Есенайдың жаңа ру басшысы болды ғой бұл.
солардың арасындағы 3 жылға созылған соғыстың нәтижесінде жаңағы Артықбайдың көрсеткен ерліктерін суреттеу тұсында осы Кенесары ханға сипаттамалар беріп, соның іс-әрекеттерінің дұрыс емес екендігі, елді бүлдіріп, бүлікшілік жасап жатқандығын, мына патша империясына, орыс империясына қарсы қазақ халқының күшінің жетпейтіндігін дәлелдеу үшін сондай мағынада айтып жатады. Жаңа өзіңіз де біраз ол туралы сөз айтып кеттіңіз ғой енді. Шынында да бұның бәрінен қарап отырсаң, әр кезеңде өзінің тарихтағы болған оқиғаларға әр ұрпақтың беретін бағасы басқа сияқты. Осы ұлпандағы сипаттамалар Кенесарының портретін толықтыра түседі ғой деп мен ойлаймын. Ел арасында айтылып жүрген әңгімелер бәрібір сол жерде енгізілген. Өзі біз кішкене бір жақтылыққа, кішкене кейде көбірек осы әдебиетшілердің орнып кететіні бар. Кейбір нәрселерді қағыс қалдырып кететіні бар. Енді ол тарихи шындық. Тарихи шындықтан барып көркемдік шындық туады. Осы көркемдік шындықтың шет жағасы осы Ғайып Мүсірептің Ұлпан романында Кенесарыға қатысты көзқарасында мен бар ғой деп мен ойлаймын. Өзі Ғабаң тілге ғана қатал емес, мына тілдің әдеби нормаларын сақтауда ғана бір керемет тәртіптілікті сақтаған жазушы ғана емес, ол сонымен бірге мынау әдеби ерекшеліктерді, соның ішінде мынау образдарды, бағанағы Есенейдің образы қандай, Ұлпанның образы қандай, Сәлима? Соның сипаттамаларын қарамай қандай керемет берген. Характерлер, мінез құлықтар, мынау заманмен, өмір тіршілікпен, халықтың тіршілігімен астастырып қалай керемет берген. Мысалы үшін бағана Ұлпан Есенейге қолына құс болып қонғаннан кейін, енді солай айтамыз ғой, бағанағы Есенейдің өзінің халықтың арасында, өз жұртында әлеуметтік әділетсіздіктерге барып отырғандарын көре бастайды. Соны түзегісі келеді. Бағанағы халықтың, өзінің қол астындағы жұрттың, жоқ жітік адамдардың сұраншақтанып келгеніне қарап отырып, жанашырлық білдіріп, үйдегі дүниені Ұлпанның таратып жіберетіні бар. Сөйтіп бір аналық бір жүрекпен, аналық бір болмыспен бейне образ осы жерде керемет ашылады. Осы жерде бір сіздің айтқыңыз келіп отырған әңгіме бар сияқты, өз Ұлпанның образын, Ұлпан романын жазуға Ғабаң бекерден бекер келе қоймаған сияқты. Бір жағы жас кезінен құлағына сіңген әңгіме болса, екінші жағынан бұл тақырып өзіне өте жақын ғой. Дұрыс айтасыз. Ғабеңнің бір қазақ әдебиетіне қосқан үлесі осы қазақ әдебиетінде әйелдер образын сомдады. Әрине бұл тақырыпқа, бұл образды сомдауға үлкен дайындықпен келді. Өзінің бір естелігінде Ғабит Мүсіреп айтады, Ұлпан менің Мона Лизам деп. Өйткені осы шында Ұлпан образын жасауда өзінің көптеген жаңағы суреткерлігін көп пайдаланған сияқты. Оны сипаттауда, жаңағы қайраткерлігін сөз етуде көптеген бір ерекше бір қасиеттерді дарытады. Осы Ұлпандағы Ұлпан, Есеней, сосын өздерінің қыздары, бағана қызы, күйеу баласы, солардың мінез құлықтары, образы, барлығы бояуы қанық берілген. Бағанағы Қазақ солдаты романында да Қайырғалидың образы, әсіресе бала күніндегі, бала кезіндегі көргендері керемет бір ыстық сезіммен жазылады. Адам өзі көзіне бір жас үйіріп отырып оқитындай бар. Бағанағы баланың мал бағып жүрген кездегі қиналғандары, қалаға қашып келгені, оқимын деп бағанағы интернетқа барғаны, шешесінің артынан іздеп келгені, соның барлығы бір қазақы тұрмыс. Жарияланған кездің өзінде ерекше әсер етті ол. Енді жаңағы өзің айтқандай, кейін көзімен көріп келгендердің жазғандары бар. Олар бөлек, бірақ бәрібір мынау қазақ солдатының орны ерекше. Орны ерекше жаңағы бейнелену жағынан, сосын жаңағы елдегі нелерді де қамтып көрсету жағынан,
Сосын жаңағы соғыстың көріністерін беру жағынан бір ерекше шығарма ретінде сол кездің өзінде бағаланды. Енді сол бағаларын мен ойлаймын осы кезге дейін жоя қойған жоқ. Әлі қазақ солдаты өзінің деңгейінде. Қарап отырсаң, қай романын алсаң да Ғабит Мүсіреповтің оның кейіпкерлері өмірде болған адамдар, прототиптері бар. Және баяндау тәсілінде де сол тарихи оқиғалар сөз етілгендіктен баяндаудың да формаларын өзгеше түрлендіріп алып отырады. Әсіресе мысалы үшін бірінші жақтан баяндау, кейіпкердің өз атынан баяндау, көптеген ойларды соның аузымен айтқызу деген сияқты үлгілер көп кездеседі. Әсіресе қазақ солдаты романында осы мен деп бірінші жақтан баяндау кейіпкердің сол үлгіде жазылған. Бұл романның ерекшелігі екендігін жазушылар да, ғалымдар да кезінде талай айтты. Естелік үлгісінде тарихи шығарма. Бұның құны ешқашанда жойылмайды, өйткені біз одан өткен халқымыздың жаңағы Ұлы Отан соғыс жылдарында қазақ батыры қандай ерлік көрсетті, қалай шайқасты деген сияқты мәселелерді біз осы романнан көре білеміз. Енді мына кітап тек қана Қабаңның шығармалары ғана емес, көптеген қызық суреттер. Біз үшін таңсық суреттер деп айтуға болады. Сол бейнелермен берілген суреттермен көптеген бұл жерде жазушылардың, өнер мәдениет қайраткерлерінің суреттері бар. Сонымен қатар жазушының отбасына, жанұясына қатысты ел арасында әртүрлі әңгімелер көп айтылады. Сол әңгімелердің барлығына сіз де куәсіз ғой деп мен ойлаймын. Күнделігінің ішінде мынандай сөйлем бар екен. Оның аңдығаны мен арғатқа қамшауыр деген деп қынжылып жазған күнделігінің ішінде жүр, мысал үшін. Сосын бағанағы Райса Мұхамедияровамен арасындағы ол махаббатта мына халықтың арасында аңыз болып жүр ғой. Біз кейде осындай бір аңыздарды, өнер адамдарының басындағы аңыздарды құпиялағымыз келеді, жасырғымыз келеді, ашық айтқымыз келмейді. Ал енді соның өзін Қабаң өз күнделігінде жазып кетті шет жағасын. Ол енді кеңес заманы біздің ақын жазушыларымыздың дін туралы ауыз ашпай бәрінің атеист болып кеткен уақыт емес пе? Сол кезде мына Қабаң күнделіктерінде Құранға қатысты, дінге қатысты көп әңгімелер айтады. Қабаңның мына кітабының белгілі бір бөлігін, енді оннан бір бөлігі деп айтайық шамамен. Енді көрерменге, оқырманға түсіндіре кету керек қой. Күнделіктері құрайды. Осыншама телегей теңіз дүниені біздің талдап шығуымыз бүге шегесіне дейін ол өте қиын нәрсе. Бірақ енді дегенменде біздің байқағанымыз Қабаңның, Ғабит Мүсіреповтің әдебиетке деген адалдығы, мәдениетке деген, руханиятқа деген адалдығы, тілге деген адалдығы, мына мақалаларынан да, очерктерінен де, көркем шығармаларында да бәріне көрініп тұр. Қабаңның тілі бүкіл қазақ жазушыларының ішінде ерекше. Тек өзіндікі бар. Ешқандай қайталамайды. Баяғы Темірғали Нұртазин дейтін профессор болды. Сол кісі айтшы еді лекцияларында. Қабаңның талантындай талантты болса дейді басқаларда. Оны енді Құдай самасын естерін адам айтып болмайды дейді. Өте талантты, бірақ соны Қабаң еркін қолданбайды. Соны мейлінше жазған шығармаларын жаңағы жинақтап, көркемдеп, шашыратпай, сосын арасында бір сөз қыстыруға болмайтындай етіп жазуға тырысады. Асықпай жазады, асықпай жазғанның өзінің барлығы кәдімгі орнына қойылған кәдімгі тастар сияқты. Оған ештеме қоса алмайсың, ала алмайсың дейтін еді. Бәрекелді, өте жақсы айттыңыз аға. Осы сіздің сөзіңізбен хабарымызды аяқтасақ,
Қазір құрметті көрермен, оқырман деп айтайық, не түрлі әңгімелер шығып жатыр әдебиетіміз бен мәдениетіміздің тарихына. Соның бірі соңғы кезде шығып жатқан әңгіме осы алыптар тобында бар, оның ішінде осы Сәбит Мұқановтардың кейбір шығармаларын тіпті мүлдем оқулыққа енгізбейік, балаларға оқытпайық деген әңгімелерде айтылып қалып жатыр. Бұның барлығы енді Сәлима қате пікір ғой деп біз ойлаймыз. Осы тұрғыдан келген кезде де мына Ғабаңның тұтас шығармаларын жинақтап шығарған мына Ғабит Мүсіреп әдебиет әлемі деген сериямен шыққан кітапты оқырманға, көрерменге барынша шамамызша жеткізіп айта алдық қой деп мен ойлаймын. Бұл енді мынау көркем қалпында, осы қалпында мынау алтын жалатылған әріптермен бірге әр үйде кітап сөресінде тұратын ақ кітап деп біз есептейміз. Қазір барлық үйде теледидар бар. Сондықтан да кітапхана арқылы болса да осы кітап қара шаңырағыңызға бір кіріп шықты ғой деп біз есептейміз. Сіздерге осындай жақсы кітапты талдауға қатысқандарыңыз үшін мыңда бір рахмет. Кітапханаға келіп тұрыңыздар, кітапханамызды көріп тұрыңыздар.